Егер біз қазақ деген ұлт болып қалуды тілесек, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек. Сөзі жоғалған халықтың өзі де жоғалады деген Ахмет атамыздың сөзін мәңгі есімізде сақтайық. Тәуелсіздік тұрғанда жарық беріп, қадірін білдік біздер анық көріп, әліппенің қадамы құтты болсын, қуанып жатыр елім халық болып. Үйретеді кім оған ана тілін, қызғалдақтай атылған қара түрін, ата-ананың дегендей қанатымын. Сен екеуің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған ана тілін. Сол емес пе күні-түні қарайтының, бақытына өміріңнің балайтының. Інім өзің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған абай тілін. Ол да өзіңдей дегбірсіз күттар күнін, ер жеткен соң өмірдің құптар күнін. Басқа тілде сөйлейсің інім өзің, үйретеді кім оған мұхтар тілін. Үйретеді кім оған қазақ тілін. Еркін құста елімде азат бүгін. Жаман бізба сонша біз ойлаш өзің, шылауында кетердей бозаттының. Саған айтам қазақтың қара көзі, басталды ғой заманның жаңа кезі. Үйрет оған өз тілін, ана тілін, басқа тілді үйреніп алады өзі. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алады. Қазақ графикасын жасауға кіріседі. Ахмет араб таңбаларын қазақ фонетикасына икемдеді. Сөйтіп бүгінгі күніміздегі әліппеміздің түп тамыры 24 таңбадан тұратын өзі қазақ жазуы деп атаған, ал өзгелері Байтұрсынов жазуы деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. Ол оқу құралы деген атпен жарыққа шықты. Қымбат маған ана тілім, ар тілім, қымбат маған дана тілім, бал тілім. Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілді жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі жарқыраған арай бар. Ана тілім жүрегіңсің анамның, жүрек ана мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын, ана тілім егер сені білмесем. Ана тілің біліп қой, еркіндігің, теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың, елдігің. Ана тілің арың бұл, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ана тілі ата бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Әрбір адам өз ана тілін құрметтеуге, көзінің қарашығындай қорғауға, тіл тазалығын сақтауға тиіс. Сүйемін туған тілді анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім деп ақын Сұлтан Махмұт Торайғыров жырлағандай, ана тіліміз тұғырлы, болашағы ғұмырлы болсын. Өмірге келдім, анамды көрдім, деді ол жаным, арайлы таңым, самал боп желпіп, жырымен ерді.